Ең алдымен картаны ашамыз. Карта бізде exercise 03 папкасында. Canada Wires. Осындай карта ашу керек. Егерде бұндай карта ашылмайтын болса, закладка арқылы. Закладка бізде bookmarks. Бұл жерде Канада картасын ашамыз. Мен картамен толық ашылды. Енді бүгін бірінші инструмент бұл идентифицировать, identify инструментін қолданамыз. Яғни қолдана отырып бізде бұл Saskatchewan провинциясын табуымыз керек. Қысқартылған Saskatchewan провинциясы SK деп жазылып тұр. Яғни SK жазуына басамыз. Басылған кезде бізде бұл жерде бірнеше сол нүктеде орналасқан слойлардың барлығы шығады. Бізге провинция керек, яғни identify from деген жерде провинцияны таңдаймыз. Деп қайта Saskatchewan'да қайта басамыз. Міне бізде Saskatchewan провинциясы ғана шықты, және де соған қатысты мәліметтер шығып тұр. Енді осы Saskatchewan деген жазуға басатын болсақ, бізде картада көрсетеді, ол қай жерде орналасқан. Және мына жазуына басып, мышканың оң жағымен басып, сол провинцияға жақындатуға болады. Мышканың оң жағын бастым. Сосын zoom to, яғни осы провинцияны жақындатып көрсетеді. Келесі, яғни осылай жаңағы идентифицировать арқылы керекті область немесе провинция, керекті жерді таңдап алып, соған жақындатуға мүмкіндік береді. Келесі, артқа қайтамыз, яғни артқа қайту үшін вернуться в предыдущий экстент немесе go back to previous extent деген паттернды басып, картамыздың алдыңғы түріне қайтамыз. Келесі, бұл бірінші тұр, жаңағы картаны жақындату үшін енді екінші тұр, жаңағы белгіленген объектілерге жақындату. Яғни ол үшін біз инструменттерде выбрать объекті немесе select features деген батырманы басып, бізге керек 5 көл бар, мына жерде үлкен 5 көл Канададан, соны белгілеп аламыз. Ең алдымен бұл бізде озераға кіреді. Слойда озераны басып, selection, make this one is selectable wire деп, яғни выбрать данные объекты, сделать данный объект доступный для выборки дегенді таңдап аламыз. Сосын жаңағы біздің 5 көлімізді белгілеп, тек қана жаңағы 5 көл ғана белгіленді, басқа объекттер белгіленген жоқ. Енді осыған жақындату үшін біз мына жерде выборкаға өтеміз. Таблица содержанияда бізде 4-ші батырманы басып, list by selection деп ағылшынша жазып тұр. Яғни соны басып, мына жерде selected деп жаңа выбранный объекті, яғни мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 көл белгіленіп тұр екен. Енді осылар жақындату үшін озераға басып, оны мышканың оң жағымен басып, zoom to selected features дегенге басамыз. Яғни жаңағы осы белгіленген объектлерге жақындатады. Яғни бұны очистить выборку и жаңа картамыз алдыңғы түріне қайтамыз. Келесі, жаңа біз Канада картасына қайтқан болатымыз. Дәл осылай өзімізде закладка жасауға болады. Мысалға деге. Мысалға жаңа 5 көлімізді жақындатып алайық. Яғни біз егерде осы аймақта, осы территорияда жиі жұмыс жасайтын болса, бұны закладкаға сақтап алған жөн. Ол үшін біз
жаңағы бескөлімізді ашып аламыз үлкен қылып, сосын закладки, яғни bookmarks деп тұрады. Сол жерден create bookmarks дегенге басамыз. Және де жаңағы закладканың атын береміз. Яғни бұл жерде өзімізге ыңғайлы ат жазып қоямыз. Мысалы, Великие озера деп жазып қояйық. Окей. Енді Канадаға өтейік. Сосын жаңағы жаңадан салған Великие озераны ашып қарайық. Неге осылай жаңағы жиі жұмыс жасайтын территорияны осылай закладка создавать етуге болады. Келесі аэропорт. Аэропорт суымен жұмыс жасаймыз. Қазір бұл өшіп тұр. Яғни бұны қосайық. Қосқан кезде картамызда өте көп аэропорттар бар. Яғни бұның таблица содержаниясын ашып, яғни таблица содержанияны ашу үшін аэропортты солайға оң жағымен басып, открыть таблицу атрибутов, open атрибутты басамыз. Бұл жерде жаңағы барлық аэропорттар жазып тұр. Бұл жерде барлығы 356 аэропорт бар. Категория барлығы аэропорттар. Дескриптив жаңағы значениесі. Бұны сортировка жасайтын болсақ, сорттайтын болсақ, сорттап қарайтын болсақ, бұл аэропорттар 3 топқа бөлінеді. Яғни бұл халықаралық, international деп тұр, халықаралық. Потом муниципальныйлар болып тұр, және де other airport деп тұр, яғни другие аэропорты. 356 аэропорт бар, яғни бұл өте тым көп. Картада тек қана керекті 2 маңызды аэропортты қалдыру үшін, яғни мына случайда бізде международный аэропорты мен муниципальный аэропортты ғана қалдырамыз. Ал other airports дегенде картаны алып тастау үшін, алып тастағанда удалять етмейміз, просто карта көрінбейтіндей жасау үшін аэропорттың свойствосына кіресіздер. Яғни аэропортқа оң жағымен басып, ең төменгі жағында properties деп тұрады, яғни бұл свойство. Свойствосына кіреміз, сосын definition query дейді, яғни бұл жерге запрос жасаймыз. Определяющий запрос. Query builder дейді, яғни бұл конструктор запросов басамыз. Және жаңа аэропорттың таблица атрибутын ашқан кезде бізде аэропорттар жаңағы other airports, интернациональный, муниципальный деп бұл дескрипта жазып тұрған болатын, естеріңізде болса. Қазір ашып көрсетейін сіздерге. Яғни дескрипта бөлініп тұр. Яғни бізге мұнда дескрипт керек болады. Жаңағы определяющий запроста дескрипт жазамыз. Яғни мына жерде аэропорттың жаңағы таблица атрибутта шығып тұрған столбиктар шығып тұр. Бізге дескрипт керек, яғни дескриптқа 2 рет мышкамен тез басамыз. Сосын не равно деген значокты басамыз, яғни не равно деген мына екінші батырма болады. Бұны 1 рет басасыздар. Сосын get unique values дегенге басасыздар, яғни получить уникальное значение, соған басасыздар. Яғни сол дескрипттің бойында қанша жаңағы значениялар шығып тұрған көрсетеді. Яғни бұл жерде бізде 300 значение бар, яғни бұл интернациональный және международный аэропорттар, муниципальный және басқа аэропорттар деп 3-ке бөлінген болатын. Біз international мен муниципальныйды қалдырамыз, яғни 2 қалады. Бізге другие аэропорты алып тастаймыз, яғни другие аэропорты 2 рет басамыз. Яғни бұл равенство, яғни бұл жазғанымыз, және дескриптағы other airports бізге көрінбейтіндей жасап отырмыз. Окей. Применить. Окей. Канадаға өттік. Қазір картамыз толықтай салынып алсын. Картамызға қарасақ, аэропорттарымыз бізде азайып қалды. Енді таблица атрибутты ашып тағы тексеріп көрейік. Міне бізде 24 және 356 аэропорттан тек 24 аэропорт қана қалды.
яғни интернациональный қалада және муниципальный қалада. Другие аэропорты дегенді бізге көрінбейтіндей етіп жасап қойдық. Енді келесі диапазон масштаб, яғни масштабтар диапазонын келтіреміз. Мысалға, аэропорттар белгілі бір масштабқа келгенде ғана көрінетіндей жасаймыз. Мысалға, 2GIS-ті қолданасыздар ғой, 2GIS-ті сіздерде көп объектілер картаның масштабын кішірейткен кезде көрінбей қалады, масштабын үлкейіп кеткен кезде ғана көрінетін болады. Дәл солай қазір аэропорт қабатына солай жасаймыз. Ол үшін аэропорттың свойствосына кіресіздер. Ең бірінші generalға басамыз, яғни общий. Төменгі жағына қарасаңыздар scale range деп тұр, яғни бұл диапазон масштабов деген сөз. Бұл жерде қазір бізде аэропорттар барлық масштабтарда көрінеді деген батырмада белгіленіп тұр, яғни аэропорттар қандай масштаб қойсаң да көріне береді. Екіншісі, астына қарасаңыздар, осы масштабтарда аэропорттар көрінбейді деп тұр. Үстіндегісі осы масштабтан кіші, және астындағысы осы масштабтан ірі масштабтардан деп тұр. Яғни біз қазір аэропорттар тек 5 миллион масштабтан ірі масштабта ғана көрінетін жасаймыз. Ол үшін don't show wire when zoomed дегенге белгілеп, out біріншісін таңдаймыз. Яғни бұл жерге масштаб жазамыз 5 миллион. Яғни бұл дегеніміз 5 миллиондық масштабтан ірі масштабтарда көрінеді. Яғни 5 миллионнан кіші масштабтарда көрінбейді. Применить. Окей. Қазір біздің картамыздың масштабымыз 31 миллион болып тұр, 31 миллионда аэропорттар көрінбей тұр. Яғни таблица содержания қарасаңыздар, аэропорт слойы неактивны болып тұр, яғни сұр түспен белгіленіп, жаңағы көрінбей тұр. Яғни бұл диапазон масштаб, яғни қазіргі масштабта бұл аэропорттар көрінбейді деген мағынаны білдіреді. Енді мысалы жаңа 5 миллион дедік қой, 5 миллиондық масштабтан бастап көрінбеу керек. Яғни 5 миллионға қойып көрейік, масштабты өзгертіп. Яғни 5 миллионға қойдым, масштаб көрінді. Так, аэропорттар көрінді. Енді аэропорт бар территорияны белгілеп алу керек еді қазір. Картамыз жылжытып қарап көрейік. Слойға қарайтын болсақ, аэропорт слойы активный болып қалды. Яғни ол картада уже шығу керек. Не шықты? Не көріп тұрсыздар, аэропорттарымыз бізде 10 миллиондық масштабта көрінді. Яғни 5 миллион масштабтан ірі масштабта, мысалы 3 миллионға қойсақ, 3 миллионда да көріну керек. 3 миллиондық масштабта көрінді. Енді 6 миллионға қойсақ, уже масштабтар, аэропорттар көрінбейді. 6 миллионға қойдым, аэропортым көрінбей қалды. Яғни осылай өзгертуге болады. Және қандай масштабта көрінетін. Енді келесі Канадаға өтейін. Енді басқа жаңағы бұл определяющий запрос жаңағы картада тек 2 аэропортты қалдырдық қой. Енді басқа запрос жасап көреміз. Ол үшін жаңа слой добавить етейік. Яғни жаңа слой бізге exercise 03 база геоданных Канадан ашамыз. Канаданың ішінен water. Яғни water деген слойдағы кеп картаға қосамыз. Міне бізге карта жаңа слой қосуда, бірақ картаға қарасаңыздар өте кіші сулы аймақтар, яғни сулы объекттер өте көп екен. Осылардың барлығын қалдырмайтындай қылып
қазір жасайтын боламыз. Ең бірінші свойствосын өтейік. Свойстводан generalдан свойдың атын өзгертеміз. Яғни вводные объекты деп өзгертеміз. Сосын конструктор запросовқа кіріп, SQM деген жаңағы ауданы менші деген значокты аламыз. Яғни кіші. Сосын 1000 деп өзіміз жазамыз. Яғни 1000-нан кіші, ауданы 1000-нан кіші өзендерді картадан алып тастайды. Окей, применить, окей. Яғни картамызда жаңа кішкентай өзендер жоғалды, яғни көрінбей қалды. Келесі, енді водный объекті мен озера екеуін салыстырып көрейік. Яғни водный объекті бізде қазір национальный паркпен шатастырмау үшін национальный паркті өшіріп қояйын. Водный объекті мен озераны салыстырып көрейік. Ол үшін мен водный объекті өшіріп қосып көріп жатырмын. Яғни қазір өшірдім. Қайта қосып көрейін. Яғни екі свойдада бірдей объектілері бар екен. Бірақ водный объекті кішкене бізде толығырақ болып тұр. Сол үшін тек озерада айырмашылығы мына Мичиган өзенін қарасаңыздар, Мичиган өзені ғана водный объектіге кірмей тұр, ол тек озерада тұр. Сол үшін осы екі свойдың біреуін ғана қалдыруымыз керек. Оны қалдыру үшін бізде Мичиган ғана озерада тұр, водный объектіде жоқ екен. Сол үшін Мичиган өзеніне бөлек свой создавать етіп аламыз. Яғни мына жерде қарасаңыздар, Мичиган көлі көк түсті болып тұр. Егер де ол водный объектіге кіретін болса, бұл жасыл түсті болып тұрушы еді. Енді сол үшін Мичиганға бөлек свой создавать етіп, озера свойын картадан удалять етіп тастаймыз. Мичиганға свойға жаңа объект создавать ету үшін біз озераны белгілеп аламыз. Оң жағымен басып, выборка selection. Сделать этот слой доступным для выборки. Мы селекционного select-able layer дегенге басамыз. Сосын басып, Мичиганды белгілеп аламыз выборка арқылы. Менде Мичиган белгіленіп алды. Мен озераға қайтадан оң жағымен басып, selection. Сосын create layer from selected features дегенге предпоследний тұрған батырмадан басамыз. Яғни менде картаның жоғары жағына қарасаңыздар, жаңа слой создавать етті, озера selection деп. Және де озера, бұрынғы озераны, яғни просто бұрын болған озераны, бұл бізге уже қажет емес. Бірінші удалять етпей тұрып, бірінші водный объектіге озера символын көшіріп алуымыз керек. Яғни свойстволарын, символдың свойстволарын импорт жасауымыз керек. Яғни водный объекті екі рет басамыз. Символ лучший, символ. Сосын импорт. Импортқа бұл жерде озераны таңдап аламыз. Окей. Применить. Окей. Яғни водный объекті дәл озера секілді символ болды. Енді озера бізге қажет жоқ. Озераны алып удалять етеміз. Енді озера selection'да озера selection енді ашып қарап көрейік. Бұны озера selection емес, бұл озера Мичиган деп атын өзгертеміз. Себебі бізде бұл жерде Мичиган өзені ғана тұр.
таблица атрибутты қарасақ, озеро Мичиганна, бұл жерде тек қана бір ғана строка болу керек, яғни неке name деген жерде озеро Мичиган деп тұр, яғни бір ғана объект болып тұр. Так, свойствосын көрейік. Екінші source'қа қараймыз, яғни источникқа. Бұл Канада база океанға сылатып тұр, яғни каталогта бұл Word Lakes деген свойство болып тұр қазір бізде. Енді Symbology-ға кірейік. Дәл солай, жаңағы водный объекттің түсін бірдей ғып жасап қояқ. Енді озеро Мичиганны водный объекттің астына қоямыз. Енді водный объекты Мичиган және водоемы Новой Шотландия, яғни үш объектіні бұл негізгі өзен көлдер болып келеді. Сол үшін бұны составной құрама слой жасаймыз, составной слой жасаймыз. Ол үшін контролды белгілеп отырып, клавиатурада үш слойды осылай көк қылып белгілеп аламыз. Мышканың оң жағымен басып, групп деген батырманы басасыздар. Сонда бізде үш слой бір слой болып келді. Яғни new group layer деп тұр, яғни новая группа слой деген шықты. Енді бұны вода деп атын өзгертіп қоямыз. Болды. Енді воданы егерде өшіретін болсақ, барлық жаңағы су аймақтардың барлығы өшті, яғни водный объекты озеро Мичиган және водоемы Новой Шотландия, мына үш слойда да картада көрінбей тұр қазір. Қайтадан қосатын болсақ, үшеуі де қайта қосылады. Енді осы составной слойға тағы да басқа слойлар қосуға болады. Мысалға рейкиді алып қосып көрейік. Рейки составной вода деген составной слойға рейкиді қосылды. Келесі. Жаңа символ жасаймыз. Бұл жерде добавить данные арқылы exercise 03 Канада және де проф парк слойын қосып аламыз. Бұл местные парки болып келеді бізде. Национальный паркин астына қою керек. Проф паркты местные парки деп атын өзгертіп қоямыз. Свойствосына кіріп, Symbology-ға кіреміз. Және де бұл жерде цветі қазір бізде күлгін түсте тұр. Бізге medium key line деген түске ауыстыру керек. Яғни бұл 8-ші строка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7-ші столбец. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неке. Түске ауыстыру керек. Және де контурдың цветі, яғни символдың контуры бізде 5-ші строка, 7-ші столбец болу керек. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leaf green дейді. Окей, применить.
Енді осы местный паркке жаңа сойды жаңа файл қылып сақтау үшін оң жағымен басамыз. Save as Wirefire дегенге басамыз, яғни сохранить свой дегенге басамыз. Және де қай папкада сақтайтынымызды белгілеп аламыз, яғни exercise 03 местный паркелер деп сақтауымыз керек. Яғни сақтауда. Енді жаңа сақталған слойымызды ашып көруге болады, яғни бұл каталогта Home ішінде тұр, яғни бізде мынау тұр. Местные парки Канады деп сақталып тұр. Енді картамыз сақтап қоямыз. Save file, save as My Canada Wires деп сақтауымыз керек. Және сохранить. Менде осыған дейін жасалған карта болған, сол себепті сұрап тұр, соны заменить или нет деп. Мен да дедім. Енді екінші картаны ашамыз, яғни каталогты ашып, Canada Elevation картасын ашамыз. Яғни бізде бұл жерде рельеф берілген, яғни жер бедері көрсетілген. Бұл жерде рельефке прозрачностьпен және де отмывка қоямыз, ол үшін бірінші жаңағы сақтаған слойымызды қосамыз. Добавить данные. Местные парки Канады. Добавить. Жаңағы сақтаған слойым шықты. Енді осы местные паркиді ашып свойствосын көрейік, яғни бұл source, яғни қайда ссылбатысында отқан. Жаңа біз бұны қосқан кезде prof паркты қосқан болатымыз. Және де қарайтын болсақ, источникта тоже сол проф паркқа көрсетіп тұр. Яғни Канаданың ішінде проф парк свой болып тұр. Отменаға басамыз. Енді местные паркиді провинцияның астына қоямыз. Келесі высота рельефа слойын ашып, свойствосын ашып, бұл жерге дисплей, яғни отображениеға басамыз. Бұл жерде прозрачностьті өзгертуіміз керек. Яғни үшінші прозрачность болады, 35%-ке қоямыз. Сосын символға кіреміз. Символочыға, бұл жерде түсін өзгертіп жібердім. Использовать эффект отмывки деген, яғни use Hell Shade эффект дегенге галочка қоямыз. Және бірді қалдыра береміз. Применить. Окей. Және де картамыз қалай өзгерін көре аламыз. Мысалға, картамыз бізде қазір мынандай болып тұр дек, мынаны картаны кішкене кішірейтіп. Так, кішіремейді екен. Мысалы, картамыз қазір мынандай болып тұр ғой. Енді мынаны алып тастайтын болсақ, применить. Кішкене картамыз сәл басқаша болып тұр. Қайта қосатын болсақ, кішкене жер бедері кішкене жаңағы несін биіктігін кішкене көрсетіп тұр. Енді дисплейға бар, жаңа прозрачность қайта 0-ға қойып қарап көрейік. Применить. Яғни мына карта мынандай қанық түсті болды. Және сақтаймыз. File save as My Canada Elevation деп сақтайсыздар.